Сәлеметсіздер ме әңгіме айдар оқырмандары. Бүгін сіздермен күйеуімнен таяқ жеп мүгедек болдым атты әңгіме қозғайтын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Мен де кеше ғана басқа қатар құрбыларымдай тылым шағып, желбіреп өткен әке-шешемнің аяулы қызы едім. Қазір айтуға аузым бармайды. Ауру әйелмін. Иә, бәрі мені солай атайды және мүсіркей қарайды. Қазақ басқа түске баспақшыл дейді ғой. Кешегі сүйіп қосылған жарыма да масыл болдым. Адалымнан аттаған ақбоз ағамды бақытты ғұмыр кешем деп арманым адырап қалды. Бәрін басынан бастайыншы. Ата-анамның қолынан ұзатылып сүйіктімнің үйіне оң аяғыммен аттап басқанымда менен асқан бақытты жан болмаған шығар. Ауылдағы жағдайы жақсы саналатындай бірдей-бір отбасының қара шаңырағына ие болып қалатын кенже ұлдарының кенже келіні мен едім. Ата-енеме тіке қарамай алдынан кесе көлденең өткен кезім де болмаған сияқты. Тек өзімнің еркелігімнен бе, әлде күйеуімнің есерлігінен бе сөз таластырып қабақ түйетін болдық. Мен жиын тойға сәнденіп барғанды қалаймын, ал ол ананы ки, мынаны шеш деп ақыл айтатын. Қызғанғаннан болар, бетіме жаққан бояуға дейін мән беретін. Содан кейін қайтып келген соң менің жүріс-тұрысымды саралап тізбектеп отырып баяндап бергенде алғашында таң қалатынмын. Менің қателігім сол, оның баяғы мен білетін жігіттің қатты өзгергенін мүлдем байқамағаным еді. Көңілімді жүргенде жаным сүйетінін енем ғана сезіп түсінген болар. Онымен ілесіп баратын жиын тойға еш қорқынышсыз барып әнімді айтып биімді билеп қайтатынмын. Ал құрбы-құрдастардың шақырған жеріне барудан қашатын болғанмын. Ендеше біреумен билеп қойсам бітті, сол таяқ жейтін болдым. Келе-келе таяқтаудың да сан түрлі тәсілін ойлап табатын болды. Ән айтқың келіп тұрма, ал айт деп түнімен тырт жалаңаш тұрғызып қойып өзі төсекте шалқадан түсіп ұйықтайтын. Кел, билейсің бе деп қолымды қайырып шаштан тартып сүйрегенде жаным көзіме көрініп дыбысымды шығармай жылайтынмын. Бірде енем көгерген тұстарымды байқап қойып баласына ақыл айтқан болды. Бірақ екеуміздің тыныш өмірімізге көпке созылмады. Дүниеге қызымды әкелген соң баяғы әуен қайта басталды. Қызымыз бірге толып ата-әжесі үлкен той берді. Сол күні тойға жиналғандар маған ән айт деп қолқа салды. 2 жылдан бері еш жаққа шықпағаным, ән салмақ түгілі көпшілік ортаға көп шықпағанымды, соның арқасында тыныш өмір сүргенімді сол кезде түсіндім. Гауһартас киносындағыдай менің күйеуім де ән салғанымды жақтырмайды деп кімге айтамын? Сасқанымнан күйеуіме қарадым, ал ол ештеңе деместен сыртқа сатылып шығып кеткені. Жақтырмай тұрғанын сезсем де менің де бір батырлығым ұстап асабадан микрофонды сұрап алдым. Содан соң құрдастарымның ортасында бір шарықтап биледім де әйтеуір көңілімді бір көтердім. Не болса да ол болсын деген ерегіс пе білмедім, өзімді сондай еркін ұстадым. Сол той менің ақырғы көңіл көтергенім екен, ол уақытта мен қайдан білейін. Сол түні ойбай таяқ жедім. Аурухана төсегінен бірақ шықтым. Соққының қатты болғаны сонша есімнен танып қалыппын. Жүйкем де жұғарған. Не керек, содан бері аурумын. Қатты ашуланғанда кімнің кім екенін айырып жатпайтын халге түстім. Келіннің бұндай күйінде қай-қайын жүр шыдасын. Қыздарыңыз ауыратын болды деп мені төркініме әкеп тастады. Шешем шырылдап жүріп қалаға кеп қаратты. Жындылар жататын жерде жатып шықты деген сөз ауылда гуілдеп кетіпті. Себебін әркім әр жаққа жүгіртіпті. Күйеуімнің қатыгездігі сол, беті былш етпей менің әлсіздігімді желеу етіпті. Ұялы телефонға түсірілген бір бейнені көрем деп есінен танып қалып ақыры есінен адасты депті. Я, тойға дайындық кезінде сондай бір жантүгершілік видеоны көргенім бар. Жол-көлік апатынан қайтыс болған бір жамағайын жігіттің мүшеленіп бөлініп қалған денесін мәйітханадан әкетпекші болып барғандардың бірі ұялы телефонына түсіріп алыпты. Абысындарым жапа-тармағай көріп жатқан соң не көріп жатсыңдар деп мен де басымды созып көргенім бар. Сол жерде сілейім біраз тұрып қалдым. Жүрегім тоқтап қалған шығар деп ойлаған. Біреуі түртіп бетіме қарағанда барып есімді әзер жидым. Соны жолдасыма айтқанмын ғой, ал олар ол жайтты менің ауруыма себеп етіп алып елге солай түсіндіріпті. Жә, оның бәрін қойшы, енді емделіп келдім ғой, оның үстіне ортада бала бар ғой деп өткенді ұмытып келіндік міндетімді атқарайын десем,
күйеуім кергиді. Жылына 2 рет ем қабылдап тұруымның қажеттігін ауырсынып тұр ма деп ойлап, оған бола қам жемеуін де айтқан анам. Шешемнің қызын өткізе алмай тұрғандай кейпін көргенде қаным басыма шапты. Өзімді әзер ұстадым. Тағы да жынды деген сөзді естіп, өзімнің де шешемнің де жанын ауыртпайын деп ойладым. Бірақ құлағым тұнып кеткені сонша олардың ары қарай не айтып жатқанын түсіне алмадым. Балам да қасыма келіп мойныма асылып еркелемейді, әжесінің бауырына тығылып алған. Жүрегім сыздап кетті. Арада жарты жылдай уақыт өтіп кеткенін байқамаппын ғой. Бәрі бөтен сияқты. Үй де суық, адам да қатқыл, күйеуім де көңілсіз. Тек енемнің екі ортада қысылып отырғаны байқалады. Екі жақ бір тоқтамға келген болды. Мен күйеуімнің жылы қабақ танытпай тұрғанын көрсем де аса мән бермедім. Bir жағынан ұялып тұрған болар дедім. Осының бәрі соның қызғаншақтығынан болғанын өзінің де іші сезіп тұр ғой дегем. Сөйтсем, сенген сүйіктім 6 айдың ішінде басқамен көңіл жарастырып алған сыңайлы. Тұрмысқа шықпаған өзінен үлкен келіншекті жар етуді жоспарлап қойған екен. Баланы шешесіне тастап өзі әлгі келіншектің үйіне кіріп алмақ болғанын кейінде ұзын құлақтан естіттім. Ауыл әйелдерінің ішінде де неше түрлісі болады ғой. Халіңді сұрап келіп отырып, басқа әңгіме өрбітіп, мұқатып кеткісі келетіндері де кездеседі. Солардың бірі жеткізді. Бұны есткен соң қарап қалайын ба? Бірінші мән-жайды анықтап алмақ болып, енеме айтпақшы болып едім. Орта жолда күйеуім естіп қалып, тағы да ұрыс басталып кетті. Сауығып келіп қайынжұртымның есігінен қайта енгеніме бір жеті болмай жатып, сөйтіп күйеумен ұрсысып тындым. Енді қалғаны жарымжан етіп мені үйден қуып шыққанын күтіп отырмақпын ба? Олай болмас деп ажырасуға бел байлап отырмын. Қызымды қолыма алып жаңа өмір бастауға күш қайрат сұраймын жаратқаннан.